Қазіргі қоғамда баршамыз күнделікті өмірімізде көріп жүрміз ғой. Бұрынғымен салыстырғанда қазіргі кезде адамдардың өмірі қатты қысқалау, яғни кезінде адамдар 100 жылға дейін ғұмыр кешкен болса, қазіргі кезде ондай ғұмырды кешу өте сирек байқалып жатады. Енді осы тұрғыда кезінде Әлихан Бөкейхан бабамыз арнайы осы адамның өмірі не үшін қысқарып жатыр, адамдардың тағдыры не үшін өзгеріп жатыр, қазір көп ауруға шалдығатын жас сәбилердің өздері бар. Солардың барлығы не үшін ондай қалыпқа түсіп жатыр дегенге бір жауап беріп кеткендей. Ол жауапты кімнен алады? Орыс ғалымы, қаламгер Лев Толстойдың «Жұмыртқадай бидай» деген шығармасын қазақшаға аударып, 1915 жылы Самар қаласында 139 нөмірдегі қазақ газетіне осы шығарманы тәржіма жасап, яғни аударып, біздердің назарымызға ұсынған екен. Онда не айтылады? Көшеде бір топ бала ойнап жүріп, жұмыртқа тәріздес бір затты тауып алды дейді. Ортасында дәл бидайдың сызығындай сызығы бар дейді. Сол затты бір саудагер көріп, балалардан 5 тиынға сатып алып, қалаға келіп, бұл таптырмас зат деп патшаға мақтап отырып, қымбат бағаға сатып кетеді дейді. Сонда патша қолына таңданып, бұл не зат екен деп, өзінің көсемдерін жинап, бұл не зат екен? Табыңдар дейді. Сонда көсемдер әрі-бері қарап, оның не зат екенін таба алмайды. Терезенің іргесіне қойылған жаңа затты кеп бір тауық кеп шоқып теседі. Сонда барып, оның бидай екені анықталады. Патша қолына алып, таң қалып, бұл не деген үлкен бидай дейді. Яғни жұмыртқадай бидай ғой енді. Бұл не деген үлкен бидай? Бұл қай кезде өсті, қашан өскен екен? Осыны маған енді анықтаңдар дейді. Олар түнімен кітап ақтарып, мәліметтер қарап, бірақ ол бидай жайлы ешқандай бір хабар таппайды. Сонда патшаға айтады: "О ханеміз, бұны біз тексердік, қарадық, көрдік, бірақ қараған еш жерімізде бұл жайлы мәлімет жоқ" дейді. Бұны бір білсе, бір мұжық білер дейді. Мұжық дегеніміз, яғни арамыздағы ең қарт адам білсе керек. Содан сұрайық дейді. Бұл қай дәуірде болды, қай уақытта егілген, қай уақытта орылған бидай екен. Сонда патша жарлық шығарады, ат шаптырып, маған осы тұрғындағы ең қарт болған кісіні алып келіңдер дейді. Бойында күш жоқ, денесінде ет жоқ, сондай әлсіз болған бір шал екі таяққа сүйеніп патшаның алдына келеді. Сонда патша сұрайды: "Мына бидай қандай бидай? Қай уақытта өскен? Қашан егілген? Болмаса бұл бидайды өзің ектің ба? Болмаса өзің екпесің, біреуден сатып алғаның бар ма?" дейді. Көзі зорға көретін жерін көзімен көріп, көрмеген жерін қолымен сипап отырып, патшаға айтады: "Бұндай бидайды өмірімде көрген емес. Екпедім де, және ормадым да, сатып та алған жоқпын. Менің сатып алған бидайларым дейді, қу шөлмек болатын" дейді. Яғни қазір күніміздегідей қу шөлмек бидайлар болатын дейді. Бұны бір білсе, менің әкем біледі, сол әкемнен сұрайық дейді. Әкең бар ма? Әкесі бар. Шақырыңдар әкесі. Жаңағы шалдың, сондай қарттың әкесін шақырады. Яғни бір таяғына сүйенген бір қарт келеді. Бірақ оның кішкене көзі көреді, құлағы азырақ естиді екен. Яғни өзінің жаңағы баласындай емес. Сонда ақсақал, "Мына бидайды өзің ектің ба, болмаса өзіңнің екпесің, біреуден сатып алғаның бар ма?" деп жаңағы сұрақты қарттан сұрайды. Сонда жаңағы қарт: "Бұл бидайды біз екпедік" дейді. "Және біздің заманымызда біреудің еккенін де көрген жоқпын, біреуден сатып та алмадым. Біздің заманымызда сатып алу деген дүние болған жоқ. Әркім өзінің нанын жейтін. Ал егер аштан қырылып жататын болсақ, өзіміздің нанымызды көршімізбен бірге бөлісіп жейтінбіз" дейді. Біздің уақытымыздағы бидай қазіргі бидайдан кішкене шағын үлкендеу болады дейді. Бірақ дәл осындай үлкен бидайды көрмедім дейді. Менің әкем айтушы еді дейді, біздің кезіміздегі бидай өте үлкен болады. Бәлкім біздің әкемізден сұрарсыз дейді. Сол білер дейді. Әкең бар ма? Бар әкем. Шақырыңдар әкесін дейді. Жігіттер әкесін ертіп алып келеді, балаша ойнап, сонда жымиған, көздері өткір, сөздері судай сырғып тұрған бір шал келеді қасына. "Ақсақал" деп жаңағы сұрақтарды қояды. "Мына бидайды еккенің бар ма? Екпесең де біреудің еккенінен сатып алғаның бар ма?" дейді. Сонда жаңағы бидайды қолмен ұстап, айналдырып қарап,
бұл бәлені кездестірмегелі көп болды ғой деп тістеп шайнақ көріп, нақ өзі деп айтты дейді. Бұл біздің кезімізде бұл бидай қайда қарасаң сонда өсетін дейді. Қалаған жерге өсіп шығатын бидайлар еді дейді. Осы бидаймен біз өмірімізді өткізіп, көршімізді осымен сыйладық дейді. Сонда патша сұрайды, бұл бидайды сатып алатын бедіңдер, болмаса біреуге сататын бедіңдер дейді ғой. Сонда сату деген не нәрсе дейді. Сату ол күнә емес пе дейді. Біздің кезімізде сату деген ұғым болған жоқ дейді. Әркім өзінің табан еті маңдай терімен күнелткен дүниесін соны өзіне жетерлік болатын дейді. Сонда патша айтады, сізге тағы бір қоятын бір екі сұрағым бар, соған жауап беріп кетсеңіз дейді. Біріншісі, бұл бидай сіздің дәуіріңізге шықты, қазір неге шықпайды дейді. Бұл бір. Екіншісі, сіздің немереңіз екі таяққа сүйеніп келді, ұлыңыз бір таяққа сүйеніп келді. Өзіңіз ешқандай таяққа сүйенбей, алдында ойнап күліп жас балаша тұрсыз. Көзіңіз жайнап тұр. Бұл қалайша екі түрлі болғаны дейді ғой. Сонда жаңағы қарт айтады, біздің уақытымызда әркім Құдайдың берген табан еті маңдай тері ақсын жеп, сомен күнелтетін дейді. Қазіргі уақытта адамдар Құдайдың берген жолынан тыйылып басқа жолға түсті. Аңдығаны біреудің пұлы, біреудің ақысы. Осы жолда Құдайдың сызған сызығынан асып, басқа жолға түскендіктен Аллах Тағала олардың пейіліне қарай осындай нәрселерді берді дейді. Яғни бұл жерде түсінетініміз біздің біреудің ақысына, біреудің еңбегіне көз аларттық. Құдайдың харам деген нәрселермен тамақтандық. Құдайдың сызған шекарасынан шығып кеттік. Біздің сол күнелтіп атқан өміріміз, құлқынып өтіп жатқан барлық астар біздің денсаулығымыздың мықтылығына, өміріміздің ұзақтығына бірдей септігі тиеді екен. Осы тұрғыда Лев Толстой осы шығарманы жазып, Әлихан Бөкейхан бабамызға осы келер ұрпаққа бір пайда болар деп, өзіне бір түйгені болып, біздерге қалдырып кеткені болар. Осыны бізде өзімізге үлгі өнеге етіп алатын болсақ, бұнда үлкен бір ғибратты әңгімелер жатыр деп түсінеміз.